Ассалаумағалейкум, Меллатхан аға, қалыңыз қалай? Осы күнге дейін шай деспеген ең жақын, ең тату ағамның бірі едіңіз. Мына Ләззат пен Құнанбайдың лекциясы ма, шатпағы ма бірдемені әкеп салған екенсіз. Қандай мақсатпен салып отырғаныңызды білмеймін, бірақ мен өз анализімді айтайын. Құнекеңдікін айтпай-ақ қойын, оны Құнекеңдікін енді өздігім сөздігім деген сияқты ғой. Ләззат кім сонда? Ләззат онда Американың қызметкері болды ғой. Американың серуінің ба, жоқ өкіметінің ба, жоқ жаңағы бір ұйымдарының осы Қазақстандағы сонда уәкілі ме не? Алдымен Ләззаттан тексеру сұрайтын. Жоқ, Ләззат Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнаулы адамы ма? Шетелдің вопростарына жауап беретін. Екінші, Серікжан Біләш кім? Серікжан Біләш сондай құқылы уәкіл ма? Нағыз атажұрт ешқашан тіркелген жоқ, тіркелмеген. Яғни Серікжанның қолында нағыз атажұрттың басшысы немесе оның мүшесі деген заңды құжат куәлік жоқ Қазақстанда да, Америкада да. Сонда кім? Оған қалай сеніп берді? Сонда Америка мен Қазақстан өкіметі бір-бірімен сөйлеспейтін, ренжісіп қалған адам өкімет пе еді? Американың Қазақстанда бөлімше банкісі жоқ пе еді? Американың саудагерлері немесе Американың қаржыгерлері Қазақстанға ақшаны қалай аударады екен? Олар да сол Серікжан арқылы беріп жібере ме екен сонда не? Жоқ, тағы бір жаңа Қытайдан барған қазаққа мынаны біздің Қазақстандағы бөлімшемізге апарып берші деп беріп жібере ме екен ақшаны сонда? Бір адамның ақылына сиятын бірден айту керек қой. Ләззат Жапашева қай жері адвокат, оның қай жері білімді адам екенін түсінбедім сонда. Ақ үй арнаулы ақшаны беріп жіберетін адам таппай Серікжаннан бергізіп жібереді екен. Байболат Күнболаттың шотына неге аудармайды оны? Сөйтіп беріп жүрсе, немесе Қазақстанның өкіметі арқылы неге? Ол әр тиын қаржы Америкада санаулы жаңағы есебі алынады деп Жапашев айтып отыр. Соны сол әр есебі алынатын банктермен, қаржылық ұйымдармен арнаулы сөйтіп жібермей, Серікжан арқылы жіберетіні қызық біртүрлі. Соны аласап жерден жеті қоян тапқандай пататата деп сөйлеп отырған Құнанбай атама да жол болсын, аман болсын, аяғы тез жазылсын енді. Алла тағала Серікжанды жамандаған үшін бір чифасын беріп жатса, онда енді ол бір ғажаптан ғажабы болайын деп тұр енді. Және бұны жерден жеті қоян тапқандай маған салғаныңызға енді қарным бар ғой, орташа емес енді. Қарнымның қырындысына дейін шұрқырап ашып тұрған қарашы, Меллатхан аға. Неге осы деңгейге түсіп кеттік біз? Неге осындай деңгейге түсіп қалдық? Оқыған, тоқыған, желтоқсанды көзі көрген, кешегі Совет одағының бодандығын көрген, одан тәуелсіздікті көрген, жаңа көз ашық, адвокат, заңгер, құқық қорғаушы, біреулердің құқығын қорғайды деген жеңгеміздің сиқанау болса, ақыл айтады, елдің ағасы болды, жағасы болды деген атамыздың сиқанау болса, олардың ойдан қырдан қисындаспайтын жаңағы сиырдың көтінен жылқының тезегі шығыпты, жылқының көтінен сиырдың боғы шығыпты деген өсегіне сіз сеніп маған лақтырып отырсаңыз, қай дәрежеге кетіп қалдық сонда қазақтар? Қай дәрежеге түсіп қалдық? Деңгейіміз қайда? Мынау тіпті 3-ші 5-ші кластың баласы сенбейтін өсекке сеніп, оны таратып жан жаққа. Айтарға сөзім жоқ енді. Осыдан артық ештеңе айтпай ақ қояйын.